Қайырлы кеш, балақай. Қалың қалай? Қане екеміз танысайық. Менің есімім Гаухар. Ал сенің есімің кім? Мен бүгін саған ұйқыға жатар алдында ертегі айтып беремін. Ертегі тыңдағанды жақсы көресің бе? Ендеше ертегімізді бастайық. Бүгінгі саған әңгімелеп беретін ертегім бауырсақ ертегісі. Бұрын соңды бұл ертегіні естідің бе? Естімесең, онда бастаймыз. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы кемпіріне былай депті: «Кемпір, кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші, менің қарным ашты». Сонда кемпірі шалына ұрса жөнеліпті: «Шал-ау, алжығансың ба? Үйде ұн жоқ, саған бауырсақты қалай пісіремін?» Шалы кемпіріне: «Ыдыстың түбіндегі ұнды қырнап жинап ал да, бауырсақ пісір», дейді. Кемпірі шалының айтқанын орындап, ыдыстың түбіндегі ұнды жинап, бауырсақ пісіреді.